Достар, бүгін шарлотка деген пирог пісіретін боламыз. Ол үшін тауықтың 5 жұмыртқасына 150 грамм қант қосып, миксермен ағарғанша соғамыз. Жарты шай қасық ванильді шекерін қосамыз. Мінекей достар, өзіңіз көріп тұрғаныңыздай, жұмыртқамыздың көбігі қоюланғанша соқтық, табақтың ішіне қозғалмайтын қылып. Енді осы көбіктің ішіне 150 грамм ұнымызды салып, міндетті түрде елейміз ұнымызды. Сосын ақырындап ағаш немесе гель қасықпен араластырамыз. Араластырғанда жақсылап қараңыз, әбден ұндарының бәрі езілсін, түйіншіктері қалмау керек. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де осы жасау тәсілдерінің жолдары ұнайтын болса, саусағы жоғары лайк басамыз. Және де жылы лебіздеріңізді білдіріп, комментарий жазып кетеміз. Тоқашымызды пісіретін қалаудың ішіне пергамент қағазын төсейміз. Жаңа қамырымызды соның ішіне құямыз да бетіне туралған алмамызды салып әрлендіреміз. Қалауымызды 180 градусқа дейін қыздырылған пешімізге саламыз. 30-40 минутқа дейін. Мінекей достар, бізде осындай керемет дәмді пирог шықты. Астарыңыз дәмді болсын, шайларыңыз тәтті болсын. Алдын ала қойған лайктарыңмен жылы лебіздеріңізге көптен көп рахмет айтамын. Достар, егер де менің каналым ұнап жатса, қоңыраушаны басыңыз. Келесі видео шыққан кезде сізге белгі келіп тұрады.